Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи парк аумағында жыл сайын жүргізілетін санақ нәтижесінде фаунасының тұрақты деңгейі сақталуда. Мәселен, 2023 жылы Түркістан сілеусінінің 75-і анықталса, былтыр жабайы мысық саны 3-ке артқан. Сол сияқты жабайы шошқа мен маралдың да саны артып келеді. Парк аумағында орнатылған фото-видео тұзақтардың арқасында сирек кездесетін жануарларға бақылау жүргізіп, санау қолайлы болып отыр. Соңғы жиналған мәліметтер мен видео жазбалардан қабан, шошқа, марал, таутеке мен сілеусінді, қасқырды жиі көруге болады. Айта кетейік, сирек кездесетін қар барысы 30-ға жуықтаған. Әрі мамандар дәл осы ілбіске мониторинг жүргізуді ерекше жетістік деп бағалайды. Осылайша жыл бойы жиналған деректер арқылы жануарлардың маусымдық құбылыстары, таралу аумақтары анықталып, табиғат жылнамасы кітабына енгізіледі. Жалпы парк аумағында 49 қоректің 15-і индикаторлық түр, яғни мониторингтік түрлер ретінде таңдап алынған. Осы мониторингтік түрлерге біз жыл бойы бақылау жұмыстарын жүргіземіз. Фотосақ арқылы бақылау бұл жануарлардың белсенділігін, таралу аймағын, маусымдық құбылыстарын бақылауға және де фотосақтың камералары арқылы күндізгі және де түнгі бақылауды үздіксіз жүргізуге мүмкіндік ала аламыз. Фотосақты орнату кезінде таудың, яғни жердің экологиялық ерекшеліктері, жануарлардың миграциялық жолдары есепке алынады.